Батбектің әйелі менің группаласым ғой. Екеуміз баяғыда түсінесің ғой, арамыз жақын болып. Ол сенің туған қарындасың ұқпаш дейсің. Сенің бауырың ол. Болмайды өз қаныңа өзің үйленіп. Онда анау жолдың арғы бетіндегі Жанболат ше. Жанболат? Иә, Жанболат. Баяғы біздің көршіміз ба? Иә, Таятосы бар Жанболат. Болмайды ол көрші. Ол да сенің қарындасың ғой. Тек тұрған кезде бұққан ғой. Сен туған қарындасың ғой, өз қаныңа өзің үйленіп. Тегін сақтап алам, ұят болады. О, жолдың ең көшенің басындағы Нұрлан ше. Қайсы, капитан Нұрлан ба ұзын? Иә, капитан. Оның қатыны менімен группалас болған. Екеуміз 4 жыл оқығанбыз. Бір бөлмеде жатқанбыз. Таза қарындасым соның қызы ғой. Әйтеуір, мен үйленген кезде бүкіл ауыл менің қарындасым болып болады ғой. Бауырым ғой еді, қаның сатпаса балам ол. Басқа қыз табылмай қалды ма? Қаның ғой қарындасың, тегін сатпаса еш балам ол. Ойбай, белім, ойбай. Базарға бардым. Ойбай, құжынаған халық күн ыстық. Базардан тойға анауымны алып келдім. Дұрыс. Жасың 30-ға келді. Үйленесің болды. Болды, үйленесің дегеннен кейін үйленесің. Жүре бересің ба? Болды, биылдан қалмай үйленесің. Шеше мен қайтып үйленем. Ананың қызы менің қарындасым, ананың қызы менің қарындасым. Ол көшенің басындағы да Бәленшенің қызы менің қарындасым. Бүкіл ауыл менің қарындасым деп отыр екем. Мен қайтып үйленем. Оттапты қараңғаға. Үйлене бер. Сен де оның баласы емессің. Үйлене бер. Не деді? Не деді мынау? Сен де оның баласы емессің. Үйлене бер деймін. Отта береді ол мен. Үйлене бер шырағым. Сен де оның баласы. Бәсі? Мына бәленің бойы ұзын. Тойын өткізіп, өзің өткізіп ал. Өзің өткіз.